Қайырлы күн достар, бүгін сіздерге японский панкейктің рецептісін ұсынғым келеді. Панкейк өте сондай үлпілдек, жұмсақ, биік болып шығады. Бұл өте ерекше панкейк, жасап көріңіздер. Бізге қажетті қоспаларымыз 4 жұмыртқаның ақуызы, 2 жұмыртқаның сарысы, қант, сұйық май, ұн және қамыр қопсытқыш керек болады. Ыдысымызға 2 жұмыртқаның сарыуызын салып, қанттың жартысын салып, жақсылап араластырамыз. Сұйық май құямыз да тағы да жақсылап араластырамыз. Бұны бір шетке қойып тұрамыз. Бөлек құрғақ таза ыдысымызға ақуызды салып, қалған қантымызды салып, миксердің аз жылдамдығымен бастап араластырамыз. Бізде бұл әппақ болғанша миксерлейміз. Ыдысымызды төңкерген кезде ақпау керек. Ұнның аз бөлігін сарыуызымызға салып, араластырып, енді ақуызымыздан 1-2 қасықтан салып, жақсылап араластырамыз. Қайтадан ұн саламыз, қайтадан 1-2 қасық ақуызымызды салып, күрекшенің немесе қасықтың көмегімен жоғарыдан төменге қарай араластырамыз. Осы процесті қамырға дейін жеткізуіміз керек. Бізде міне осындай үлпілдек қамыр болып шығады. Енді табамызды орташа отта қыздырып қоямыз. Ешқандай май құймаймыз, құрғақ табада қуырамыз. Осылай қасықпен құйып шығамыз. Бетін жауып 1-2 минут ұстаймыз дағы. 1-2 минут өткен соң қайта үстіне 1-2 қасықтан осылай тура ортасына салып шығып, қайтадан бетін жауып, асты піскенше ұстаймыз. Асты піскеннен кейін үстін аударамыз. Қайтадан бетін жауып қоямыз. 1-2 минуттан кейін піседі. Осымен біздің панкейкіміз дайын. Жасап көріңіздер. Сондай өзі жұмсақ, үлпілдек және биік болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Қорықпаңыздар, арасы піскен. Бәрі сондай керемет, дәмі де керемет. Жасап көріңіздер. Ас болсын.